Сәлем достар, сіздермен Казбрайн анасы. Бүгін біз жануарлардың сұмдық шайқастарына куә боламыз. Ең алдымен видео басталмас бұрын арнаға тіркеліп лайк басып отырыңыздар. Ал ендеше біз бастаймыз. Ең ірі шөпқоректілердің бірі. Сусыйлардың салмағы 1000 келіге дейін барады. Жер беті бойынша пілме мүйізсұмсықтан кейін тұрады. Сырт көзге жуас болып көрінгенмен олардан асқан ашуланшақ жануар жоқ шығар. Тыныш жатқан сусыйырға ұрғашы арыстан бірінші болып тиіседі, ал сусыйыр болса ұшып тұрып арыстанның сазайын береді. Қызықты мәлімет. Жыл сайын сусыйырлардың шабуылынан арыстандар мен қолтырауындарға қарағанда адамдар жиі өледі. Осыдан кейін сусыйырларды мейірімді деп айтуға тіл бармайды. Арыстандар күш жағынан гиеналардан күштірек. Ал еркек арыстан бірнеше гиенаны жеңе алады. Ал егер де гиеналар топ болып шабуыл жасаса, арыстандардың күші әлсірейді. Бұл видеода да арыстанға гиеналар шабуылдап жатыр. Бұндай кезде арыстандар кейін шегінеді, ал кейін шегінбегендерін өлім күтеді. Гепард атты ірі мысықтың әлемдегі ең жылдам жануар екенін бәріміз білеміз. Ол жылдамдығын сағатына 130 км-ге дейін жеткізе алады. Осы видеода бір топ гепард түйеқұсты көре сала қуа кетті. Гепардқа түйеқұсқа жетіп алу аса қиындық тудырмады. Осындай ірі құсты құлату оңай емес. Мүйізсұмсықтар арасында ақ мүйізсұмсық деп аталатын тұқым ең ірі болып саналады. Олардың салмағы 3 тоннаға дейін барады. Мүйізсұмсықтар шөп қоректі болғанымен оларды мазаламаған жөн. Олар арыстандарға қарағанда бірін-біріне сирек шабуыл жасайды. Міне, осы видео ең сирек видео деп айтсам да артық етпейді. Бір келі салмағы болса да, мангустар өздерін қорғай алады. Олар жабайы табиғатта өте ірі жыртқыш жануарлармен төбелесіп те жатады. Мангустар өте епті, шапшаң болып келеді. Соның арқасында көптеген шайқастарда жеңіске жетеді. Кейбір жыланнан қорқатын аймақтарда мангуст асырап жатады. Себебін осы видеодан көріңіз. Мінекей, видеоның соңына да келіп жеттік. Видео ұнаған болса, тегін лайктарыңызды басып, арнамызға тіркеліп бізді қолдай отырыңыздар. Сіздермен болған Казбрайн анасы, хош, саламатта болыңыздар.